сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымызды бастамас үшін біз сәлемдесіп алайық. Ал балалар, осындай көңіл күймен біз сабағымызды бастаймыз. Ал бізде бүгін ерекше сабақ болғандықтан біз сабағымызды мектебіміздегі даналық мектеп ашқан кабинет бар. Сол кабинетте өткіземіз. Қазір барлығымыз сол даналық мектеп кабинетіне саяхатқа барайық. Жүріңдер балалар. Балалар, міне біздің мектебіміздегі ашылған даналық мектеп кабинеті осы. Бұның ішінде бізде көптеген өсиеттер және де даналыққа байланысты көптеген бізде жақсы дүниелер бар. Сонымен танысатын боласыздар. Ата баланың қорғаны. Отан отбасыдан басталады. Өз үйім өлең төсегім. Інісі бардың тынысы бар, ағасы бардың жағасы бар. Інісі бардың тынысы бар, отан қуат ұрпақ шуақ. Отан қуат ұрпақ шуақ. Бала ананың бауыры етім. Балалар, біз міне даналар мектебі кабинетпен таныс болдық, балалар. Енді балалар, қазір мен сіздерге сұрақ қояйын. Қазір жылдың қай мезгілі? Күз мезгілі, күз мезгілінде ағаштың жапырақтары сарғайып, жерге түскен екен. Ендеше балалар, осы жапырақтарды жинайық. Кәне барлығымыз бір жапырақты алып шығайықшы. Балалар, енді біз өзіміздің кабинетімізге барып, сабағымызды жалғастырамыз. Даналық мектепке саяхатқа барып келдік. Даналық мектеп ұнады ма сендерге? Иә. Ондай болса балалар, қазір біз қолымыздағы жапырақтармен қазір топқа бөлініп аламыз. Жапырақтың артында үлкен адамдарға қатысты сөз бар. Олар бірінші топқа отырады. Кімде кіші балаларға қатысты сөз бар, олар екінші топқа отырады. Сіңілім. Ата. Ана, ана, үлкен аға, аға, әпке, Ал жақсы, балалар, қолымыздағы жапырақты алдымызға қойып қоямыз. Бізге сабақтың орнына керек болады, абайымызға тұрады. Ал енді балалар, біз топқа бөліндік. Балалар, біз жаңа даналық мектеп кабинетіне саяхатқа бардық, сол жерде сіздерге мақал мәтелдермен таныстыңдар. Сонда қандай мақал мәтелдермен таныстыңдар балалар? ата, отбасы туралы. Отбасы туралы. Тағы қандай мақал мәтелдер бар? Отбасыдан басталады. Тағы Інісі мен ағасы. інісі мен ағасы туралы дейді, тағы әпкесі туралы дейді, тағы Ата ұялдашымыз. жақсы балалар. Ендеше осы мақал мәтелді барлығын біріктірсек, бізде не шығып тұрады? Не туралы деп ойлайсыздар? Отбасы. Яғни, ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз балалар. Менің отбасым деген тақырып екені көріп тұр ма балалар? Менің отбасым. Біздің бүгінгі тақырып сабағымыздың мақсаты балалар, өлеңді, оқулықтағы өлеңді оқи отырып, өзіміздің отбасымыздағы әдет-ғұрппен танысамыз. Және де осы өлеңдерді оқи отырып, біз үлкенді құрметтеу, өзара сыйластық, достық, қарым-қатынасты қалыптастырамыз. Ал енді балалар, біз кейде сабағымызды ал енді балалар, оқулықты ашайық. Оқулықтың 28-ші бетін ашамыз. Оқулықтың 28-ші бетінде балалар, менің отбасым деген тақырып бар, ендеше мұнда бізде балалар өлеңдер берілген отбасы туралы. Ал бірінші балалар, оқулықтың бірінші суретінде бізде әңгімелеу бар. Ал енді осы суретке қарап бір сөйлем құрастырып айтыңдаршы балалар, әңгімелеп. Кәне тез-тез сурет бойынша кім қандай әңгіме айтқысы келеді? Бір сөйлеммен айтшы. Ата қол жайып бата айтқысы келеді. Тағы. Бала қолын жайып атаның батасын тыңдады. Өте жақсы, тағы. Тағы не көріп тұрсыңдар бала суреттен? Анасы шелпек пісірді. Тағы. Барлығы отбасысымен жиналып тамақ ішуге бата істеп жатыр. Өте жақсы. Бұл бір отбасы дастархан басында жиналып отырған суреттер балалар. Балалар, мен сіздерге қазір өзіміз
бағалаймыз. Бізде бағалау несін біз білеміз. Яғни домбыра айтыс арқылы біз бағалаймыз. Мына жерде бірден 10-ға дейінгі ұпайлар бар. Сабақтың соңында сіздер өздеріңді бағалайсыңдар, иә? Бағалау не? Ал балалар, оқулықта біздер бүгін өлеңдер берілген екен. Сол өлеңді қазір біз мәнерлеп оқып береміз. Бірінші, мына жерге бастап оқи ғой. Ана біздің күніміз, ананың біз гүліміз, ұлдарыңды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз. Жақсы, ары қарай Нұрсұлтан оқиды. Әке күн біліп ал, әкенің тілін ал, деді аға Мақұлбек, қуанды Мақұлбек. Жақсы, ары қарай Гүлнұр оқиды. Ата біздің келініміз, тайым сізге көріңіз, бай дастархан басында батамызды беріңіз. Жақсы, ары қарай Рүстем оқи ғой. Әдем келді алақай, әдем екен балақай, қолтығынан демей көрпе төсеп берейік. Жақсы балалар, рахмет. Балалар, енді осы өлеңдердің ішінде не түсіндіңдер? Өлеңді оқу барысында кім не түсінді? Айтып бере қойыңдаршы. Осы ана деген өлеңде ана біздің гүліміз, ана біздің шырағымыз деп, ана біздің... Ана туралы жырлаған екен, иә? Келесі, кім өлеңді кім қалай түсіндірді? Аз барын айтып қой. Әке туралында, әке туралы жазылған. Әкенің тілін біліп алдым. Жақсы. Келесі өлеңде, ата туралы өлеңде не туралы айтқан екен кәне? Басқалар екен ойланыңдар, тез. Ата, ол балалары атасына айтыпты. Ата бізге келіңіз, дайын сізге төріміз депті. Жақсы, өздері сен айтып. Келесі балалар, әже туралы өлеңде не айтқан? Әже келді, ала қайтып депті. Жақсы балалар, ендеше балалар, бәріміздің үйімізде, иә, ата әжелеріміз бар ғой. Біз ата әжелеріміз бізге көп ақыл өсиеттерін қалдырады екен. Және де әрқайсымыздың ата-анамыз бізге не істейді балалар? Ата-анамыз балаларына не істейді? Асырайды, жақсылық жасайды, қамқорлық болады, жақсы. Біз сондықтан біз үйіміздегі отбасымыздағы ата-анамызды және аталарымызды қайтуымыз керек? Құрметтеуіміз керек. Ол кісілердің ақылын тыңдауымыз керек екен, иә балалар? Өте жақсы. Ал балалар, енді қазір дәптеріңізді ашып, бүгінгі ай күнді жазамыз. Бүгін айдың нешесі еді? Қазанның бірі. Иә балалар, қазанның бірі. Яғни күздің екінші айы басталды, иә бізде? Ал қазанның бірі бізде қандай күнде бөлеміз? Қарттар күнінде белгіленеміз, иә? Ал дәптерді ашып, қазанның бірі сынып жұмысы деп жазып қойыңыздар. Ана тақтада тұр, қазанның бірі сынып жұмысы. Менің отбасым. Тақырыпты қоямыз балалар. Не кітапта тұр, иә тақырып? Менің отбасым деп тақырыпты қоямыз не? Менің отбасым кітапта тұр. Жазып, тақырыпты жазған болсаңдар, мені тыңдаңдар. Бізде балалар отбасы құндылықтары екіге бөлінеді екен. Яғни отбасы құндылықтар дегеніміз бір рухани құндылық және материалдық құндылық деп екіге бөлінеді екен. Қазір біз оны білу үшін шағын ойын ойнаймыз. Сол құндылықтарды біз дәптерге жазып отырамыз. Ал балалар, жаңа мен айтып өттім, отбасы құндылық екіге бөлінеді деген материалдық және рухани құндылық. Бірінші бал. Енді біз мынаны сәйкестендіреміз балалар. Кәнекей, келе қойыңдаршы. Сіздер дәптерге жазып отырсыздар. Ойын сауық. Жақсы, керек. Өте жақсы. Тез шыға қоямыз келесі күн. Дұрыс деп?
Dürüst. Kağıda. Kağıda kırma yok. Жақсы, келесесіз. Бері ма? Бері ма? Жақсы, мықты. Ал балдар, барлығын сақтара қарайшы балдар. Мына жерде біз жаңағы отбасылық құндылықтарды екіге бөлеміз деп айттық, иә? Материалдық құндылық және рухани құндылық деп айттық. Мына жерде балдар бірнеше оқушы қателескен сияқты. Қараңыздар, қай жерде қателесті білесіздер? Міне рухани құндылықтарды оқып шығайық, және тез дауыстаймыз. Рухани даму, жауапкершілік, мейірімділік, сыйластық, құрмет, сүйіспеншілік, мәдениеттілік, техникалық құралдар. Қайсысы бізде қате болып тұрды? Техникалық құралдар. Техникалық құралдар бізде рухани және дінге жатпайды. Ал енді материалдық құндылықтарға Ойын-сауық, үй, ойыншықтар, ақша, көлік. бұл ойынды барлығымыз жақсы білеміз деп ойлаймын. Так, балалар, біз сәл жинауға бардық, иә? Енді біздің келесі тапсырмамыз кино арқылы әркім өзінің отбасы туралы шағын және әңгіме жазу тапсырмалар. Міне бізде кино лента әдісі бар, иә? Осыны біз қазір сабақта қолданамыз. Әр сабақта біз қолданып жүрміз ғой осы әдісті. Енді біз осыған қазір отбасымыз туралы әңгіме жазамыз. Әркім өзінің отбасы туралы шағын және әңгіме жазу ойынды. Кім оқып береді екен? Кім дайын болды? Мен әкемді қатты жақсы көремін. Әкем де мені қатты жақсы көреді. Менің отбасым, мен өз отбасымды жақсы көремін. Отбасым бақытты болсын. Анам мен әкем ауырмасын. Сіңлім мен ағам аман болсын. Менің отбасымда 8 адам. Біздің отбасыда 8 адам тұрамыз. Біз өте бақытты отбасымыз. Ата, әже ауырмаңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мен папамды жақсы көремін. Мен папама көмектесемін. Мен мамама ыдыс жууға көмектесемін. Мен үй тазалауға көмектесемін. Сіздер ауырмаңыздар. Өте жақсы, тамаша. Біз 8 адамбыз. Жақсы. Отбасымдағы адамдар 8. Мен отбасымды жақсы көремін. Менің әкемнің аты Жаныбек, анамның аты Амангүл. Менің 4 бауырым бар. Үйдің қыздардан ең үлкені мен. Ал балалар, келесі кім шығады кәне? Менің отбасым. Біз тату-тәтті сүреміз. Мен отбасымды жақсы көремін. Менің отбасыларымды асыраймын. Менің үйімде 4 адам бар. Әже атам отбасыларын аламыз. Жақсы, өте тамаша. Келесі оқушы шыға ғой? Менің үйімде 7 отбасым бар. Олар әке, папам, әке, атам, әжем және мамам. 2 бауырым бар. Үйдің ең үлкені қорғаушымын. Өте жақсы, керемет. Жақсы. Ахмет келе ойлайсыз. Ахмет келе. Келесі Ахмет. Қазір қандайдан отырсың кейін не болды? Барлығын өте керемет жазып тыңдаймыз. Мен отбасымды жақсы көремін. Біздің отбасымызда 2 адам тұрамыз. Жақсы, өте тамаша. Келесі. Ал қажы. Менің отбасымда 6 адам. Біздің отбасымыз өте тәтті отбасы.
жақсы, өте жақсы. Ал балалар, біз барлығымыз өзіміздің отбасымыз туралы жаздық, иә? Бізде сонда, біз яғни кино деген әдіс арқылы әркім өз отбасын сипаттап берді. Отбасына деген өзінің ойын, өзінің жақсы тілектерін жазды. Сендерге көп рахмет балалар. Орныңызға отырайық. Біздің келесі тапсырмамыз топтық жұмыс болады. Топтық жұмыста біз отбасы туралы мақал мәтел ойластырамыз. Балалар, қолымыздағы жапырақта ортаға бір жақсы бір бейне жасап көрейікші. Ал сіздерге де жазарыңыздар ма? Жапырақтарда жақсы бір бейне құрастырамыз. Ал балалар, отбасы туралы мақалды еске түсіріп, барлығымыз ақылдасайықшы. Қайдың қандай мақал мәтел екен? Кәне балалар, ортаға отбасы туралы мақал мәтел ойластырамыз екен. Ақылдаса кәне. Қандай мақал мәтел өздеріңіз ортаға? Жақсы балалар, қайда отайын? Кәне ал, екінші отайын сен тыңдаймыз. Отбасынан басталады. Ой, керемет, тамаша. Ал екінші отта қандай мақал мәтел айтады екен? Інісі бардың тынысы бар, ағасы бардың жағасы бар. Өте тамаша балалар. Бізде жаңағы қазақ халқында үлкеннен бата алу деген бар, балалар. Бізде көбінде батаны кімдер беруші еді? Ақсақалдар, қариялардан біз бата аламыз, иә? Ендеше отбасымыздың ең үлкен мүшесі атамыздан бата алайық. Уақыт жаратқан құдірет. Мал жандарын аман ет. Басына бер зор бақыт. Асына бер берекет. Ғұмыр жасын ұзақ ет. Ұрпақтарын асыл ет. Кәсібін адал кәсіп ет. Бәле-жаладан аулақ қыл. Таптырмай еш қасірет. Дүниенің бар жақсылығы дәл осы отауға нәсіп ет. Ал балалар, енді біз сабағымызды қорыта келе, бүгінгі отбасы ағашына әркім өзінің отбасын мүшесіне жақсы келек айтатын болады. Ал тыңдайын екен. Інім сүйкімді, інім аман болсын. Өте тамаша. Адам ақ көңіл. Керемет. Ағам әдемі. Тамаша. Әкем бақытты болсын. Әкем бақытты болсын дейді, жақсы, керемет. Әкем әдемі. Апам бақытты. Жақсы. Ағам ауырмасын. Ағам ауырмасын дейді, жақсы. Жақсы, қиын айтып айтады. Сіңілім? Көрікті. Өте жақсы. Сіңілім көрікті дейді, жақсы. Келесі Ахмет келе ғой. Қазір бақайда отыра ғой. Қарындасым әдемі. Қарындасым әдемі дейді Ахмет, өте жақсы, керемет. Қарындасым әдемі айтты, иә? Таңырға келе қойшы. Адам ақ көңіл. Жақсы. Ал балалар, өзіміздің әркім отбасымыз туралы жақсы тілектер, балалар тыңдаймыз. Иә? Енді бізде балалар қараңдаршы, біздің отбасы ағашы қандай екен? Қараңдаршы ағашты, үлкен екен, ол отбасында кімдер өмір сүреді екен? Жақсы. Осы отбасындағы адамдар балалар жапырағын жайған бәйтерек сияқты кеңінен таралған, және де олар бір-бірімен тату, тәтті өмір сүреді екен. Әрқайсымыздың отбасымыз бақытты өмір сүруге лайықты екен балалар. Сондықтан бүгінгі біздің тақырыпта бізде отбасы туралы жақсы әңгімелер айтылды балалар. Сонда бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Иә. Сабақ несімен ұнады сіздерге? Сабақта не түсіндіңдер? Отбасы туралы. Дұрыс, отбасы құндылықтары туралы және де отбасының мүшелері туралы біз білдік, иә балалар? Сабақ ұнады ма сіздерге? Иә. Жақсы. Ал енді балалар, алдарындағы бағалауды кәне көрсетеміз. Бүгінгі сабақта кім өзін қалай бағалады екен? Кәне бағыттан көтеріңдер, кәне қарап шығайын. Кім қандай бағып қойғысы келеді екен өзіне? Көтеріп ұстап отырыңдар, кәне бағалауды көрсетіңдер. Кім өзін көрсетті? Кәнекей, кәне маған қарасыңдар, мен көрмей тұрсаңдар. Нұрсұлтан өзіне 9 балл қойыпты. Бекарыс өзіне 9 балл, Динара 7 балл, Ерболдан 9 балл, Рүстем 10 балл, ал мына жерде Көзіне 10 балл, Таңшолпан 10 балл, Нұрежан 10 балл, Бағдат 10 балл. Екінші топтың балалары барлығы өзіне 10 балл қойыпты. Бірінші топтың балалары 8, 9 және 7. Ал ондай болса балалар, мен сендерді бағалап өтем қазір, иә? Бүгінгі сабақта балалар барлықтан өте жақсы қатыстыңдар. Мен сендерге бүгін көңілім толды. Барлық оқушы ой жағдай жауап бердіңдер. Бүгін келесі сабақта одан да жақсы қатысуға тырысасыңдар балалар, жақсы ма? Мен бүгін барлықтарына жақсы деген баға қойдым. Сіздерге сабаққа белсенді қатысқандар үшін өте көп рахмет айтамын. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.